Сәлеметсіздер ме? Мен Қостанай педагогикалық колледжінің 4-ші курс студенті Макатова Қарагөз Артуровна. Сіздерге бөлудің жазбаша тәсілдерін қалыптастыру әдістемесі бойынша 4-ші сыныпқа арналған көп таңбалы санды 2 таңбалы санға бөлу тақырыбы аясында дайындаған бейне сабағымды ұсынбақшымын. Сәлеметсіздер ме? Құрметті оқушылар, бүгінгі сабаққа дайынсыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Ендеше тақтада берілген өлең шумақтарын барлығымыз бірге оқиық. Мынау менің жүрегім, бәрі осыдан басталған. Мынау басым ақылды, бәрін осы басқарған. Мынау менің оң қолым, мынау менің сол қолым, барлық істі атқарған. Жарайсыңдар балалар, ендеше бір-бірімізге шапалақтап қояйық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін теріс оқу әдісін пайдаланып, тақтада жасырулы тұрған сөздерді анықтауымыз қажет. Ендеше сіздерге 15 секунд уақыт беріледі. Жарайсыңдар балалар. Барлықтарында бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтады деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көп таңбалы санды 2 таңбалы санға бөлу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сен көп таңбалы сандарды 2 таңбалы санға бөлу алгоритмін қолдануды үйренесің. 29736 бөлу 56 өрнегін шығарайық. Өрнекті баған түрінде жазамыз. Бірінші толымсыз бөлінгішті анықтаймыз. 297. Ендеше бөліндінің мәнінде 3 таңбалы сан болады. 297 санында 56 саны 5 рет кездеседі. 5 көбейту 56 тең 280-ге. Қалдықты табамыз. 297 азайту 280 тең 17-ге. Қалдық бөлгіштен кем. Демек бірінші толымсыз бөлінгішті дұрыс таңдадық. Оң жағына 3 санын тіркеп жазамыз. Екінші толымсыз бөлінгіш 173 таламыз. 173 санында 56 саны 3 рет кездеседі. 3 көбейту 56 тең 168-ге. Қалдықты табамыз. 173 азайту 168 тең болады 5-ге. Қалдық бөлгіштен кем. Демек екінші толымсыз бөлгішті дұрыс таңдадық. Оң жағына 6 санын тіркеп жазамыз. 56 санында 56 саны 1 рет кездеседі. Бөлгішті осы санға көбейтеміз. 1 көбейту 56 тең болады 56-ға. Қалдықты табамыз. 56 азайту 56 тең болады 0-ге. Қалдық жоқ. Ендеше бөлу аяқталды. Жауабын оқимыз. 29736 бөлу 56 тең болады 531-ге. Балалар, бейнебаянды көру арқылы көптеген мәлімет алды деген ойдамын. Ендеше бүгінгі сабағымызға қатысты сөздерді 3 тілде атап өтейік. Толымсыз бөлінгіш, неполное делимое, partial dividend. Тағы да бір рет айтып өтейік. Толымсыз бөлінгіш, неполное делимое, partial dividend. Жарайсыңдар балалар. Бізге берілген бірінші тапсырманы Ленин Апс бағдарламасы арқылы орындайық. Құрметті оқушылар, суреттегі тұлғаны танисыздар ма? Иә, дұрыс айтасыңдар. Бұл Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов. Сіздер Шоқан Уәлиханов жайлы не білесіздер? Иә, дұрыс айтасыздар. Шоқан Уәлиханов қазақтың көрнекті қоғам қайраткері, тұңғыш суретшісі, ғалым. 1835 жылы Құсмұрын бекетінде дүниеге келген. 1865 жылдар аралығында өмір сүрген. Ендеше
Бізге берілген тапсырманы оқиын. Есептеп, Шоқан Уәлихановтың орталық Қазақстан, Тарбағатай және Жетісу өңірлеріне қай жылы экспедиция жасағанын анықта. 343 қосылу 21 көбейту 72 тең болады. Балалар, бұл есептің шешімін әрқайсыларыңыз табады деген ойдамын. Сіздерге 1 минуттай уақыт беремін. Балалар, есептің шешімін әрқайсыларыңыз тапты деген ойдамын. 343 қосу 21 мен 72-нің көбейтіндісі тең болады 1855. Жарайсын, Шоқан Уәлиханов экспедицияға 1855 жылы барды. Балалар, бұл мәліметті барлығымыз бірге есте сақтап ұмытпайық. Балалар, бірінші тапсырманы барлығымыз сәтті аяқтадық. Ендеше екінші тапсырманы орындауға көшейік. Дәптерімізді ашып, есептеу амалын орындаймыз. 168 мың бөлу 24, 29 мың 200 бөлу 73, 15 мың 600 бөлу 52. Ендеше есепті орындауға көшейік. Барлығымыз аяқтады деген ойдамын. Ендеше жауаптарымызды жарайсыңдар балалар. Ендеше келесі тапсырманы бірге орындайық. Бөлінгіш 483, бөлгіш 21, 400-ді бөліндіде 100-дік болатындай етіп бөлуге болмайды. 48 ондықты бөліндіде 10-дық болатындай етіп бөлінгіш 21-ге 2 санынан береміз. Бірліктерді бөлеміз. 48-ден 42-ні азайтқан кезде бөлінді 6-ға тең. 3 санын түсіреміз. 63 санын 21-ге бөлу үшін 3 санынан береміз. 63-тен 63-ті азайтқан кезде 0. 1113-ті 21 санына бөлу үшін 5 санынан береміз. 63 саны шығады. 63 санын 21 санына бөлу үшін 3 санынан береміз. 63-тен 63-ті азайтқан кезде 0 саны шығады. Енді тексерейік. Барлығы дұрыс. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымызды бекіту үшін 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Бұл есепті 2 амалмен шығаруымыз қажет. Мен сіздерге есептің берілгенін оқып берейін. Азат 5890 килограмм картопты 38 бірдей қапқа бөліп салды. Ал 2688 килограмм сәбізді бірдей 24 қапқа салды. Бір қап картопқа қарағанда бір қап сәбіз қанша килограмм ауыр? Балалар, бұл есепті сіздер 2 амалмен шығаруларыңыз керек. Ендеше есепті шығаруды бастайық.
Ендеше есептің жауабын бірге тексерейік. Бірінші амал. 5890 бөлінген 38 тең болады 155. Екінші. 2688 бөлінген 24 тең болады. Дұрыс айтасыңдар. 112. 155 азайтылған 112 тең болады. Дұрыс айтасыңдар балалар. 43. Енді екінші амалға көшейік. 5890 бөлінген 38 азайтылған 2688. Қандай таңба болады деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бөлу 24 тең болады 43. Жауабы бір қап картоп, бір қап сәбізге қарағанда 43 килограмм ауыр. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатына барлығымызда жетті деген ойдамын. Сен көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға бөлу алгоритмін қолдануды үйрендің. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар балалар.